Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші, мен сіздерге бүгін иммундық жүйеңізді көтеретін табиғи дәрумен дайындадым. Бұл дәруменді дайындау үшін сізге бір бас сарымсақ қажет. Бір бас сарымсақты жақсылап аршып, тазалап аламыз. Сарымсақтың біздің ағзамызға пайдасы зор екенін бәріміз де білеміз. Ол біздің иммунитетімізді көтеріп қана қоймай, қандағы холестерин құрамын төмендетеді, жүрек жұмысын жақсартады және де оның рак ауруларына да қарсы әсері бар екенін бәріміз де білеміз. Осы сарымсақты тазалап, бір ыдысқа сап қоямыз. Екінші қоспамыз бұл зімбір, орысшасы имбир. Имбирдің де біздің ағзамызға пайдасы зор. Ол қабынуға және де тұмауға, көптеген осындай ауруларға қарсы тұрады. Зімбірдің құрамында пайдалы дәрумендер, минералдар және эфир майлары бар. Құрамында магнийдің көптігіне байланысты зімбір ағзаны шлактан арылтып, жүйке жүйесін жақсартады. Сонымен қатар мигрени, артрит және бұлшық ет ауруларын да жеңілдетеді. Бойында С, В дәрумендерінің көптігіне байланысты ағзадағы иммунитетті арттырады. Зімбірдің біз пайдасын білсек, зиянын біле бермейміз. Зімбірдің өткір тамырлары асқазан мен ішектің шырышты қабығын тітіркендіреді. Сондықтан асқазан, ішек жарасы, гастрит немесе геморройды зімбірмен емдеу өте қауіпті. Осы екі қоспаны тазалап турап болғаннан кейін блендерге салып, езіп аламыз. Жақсылап езілген қоспамызды шыны ыдысқа салып, үстінен үшінші қоспамыз табиғи балды қосамыз. Табиғи балды қосып, жақсылап араластырып, 3-4 күнге тоңазытқышқа салып қоямыз. 3-4 күннен кейін күніге аш қарынға бір реттен бір шай қасық пайдаланып тұрамыз. Осындай қоспаны бір ай бойына күнделікті пайдаланып, иммунитетіңізді көтеріп алсаңыз болады. Осы ақпарат сізге пайдалы болады деп ойлаймын. Егер де сізге ақпаратым пайдалы болса, комментарий жазып, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Сіздерге көптеген денсаулыққа, сұлулыққа байланысты ақпараттар айтатын боламын. Осындай емдік, табиғи өнімді қолданып жүрсеңіз, қандай түрін қолданып жүрсіз, оны да комментарийға жазып кетсеңіз болады. Дендеріңіз сау болып, ауырмай жүре беріңіз.